Мен номері бірінші Алматы Қазақ мемлекеттік гуманитарлық педагогтік колледжінің 3-ші курс білім алушысы Исабаева Альмира Бағдатқызы. Мен қашықтан оқыту арқылы байқау және бақылау практикасынан өтіп жатырмын. Мен сіздерге бүгін қазақ тілін оқыту әдістемесі пәні бойынша сауат ашу пәнінен өткізілетін 1-ші В сыныбындағы сабақ өткізу барысымды таныстырамын. Практика жетекшім Тілекеева Фариза Аблаевна. Сабақтың тақырыбы балалар, ұлттық тағамдар, әліпби. Сабақтың мақсаттары: барлық оқушылар сөздегі дыбыс түрлерін дауысты, дауыссыз, жуан және жіңішке дауыстыларды ажыратып және дұрыс дыбыстай алады. Оқушылардың көпшілігі мәтіннің мазмұнын, тақырыбын иллюстрация бойынша болжай. Кейбір оқушылар тақырыпқа байланысты керекті сөздер, сызбалар, суреттер белгілерін қолдана отырып, жай сөйлемдер мәтін құрастыра алады. Балалар, барлығымыз көңіл-күйімізді жақсарту үшін менің артымнан қайталаймыз. Қанекей. Тату тәтті болайық. Әркез күліп жүрейік. Қуанышты сәттермен бөлісіп шаттық сыйлайық. Жарайсыңдар. Балалар, алдыңғы сабақта біздер немен таныстық? Ұлттық тағамдарға нелер жатады екен? Көктемнің алғашқы айында қандай ұлттық мерекемізді атап өтеміз? Жарайсыңдар. Ендеше балалар, барлығымыз экрандағы видеоға назар аударайық. Келдіңдер ме? Бүгін біздің үйде мейрам ба? Мейрам, үлкен мейрам. Қандай? Дастарханға отырайық. Дастархан басында айтайын. Әже, бауырсақтың иісін сезіп тұрмын. Ыстық бауырсақ жейміз бе? Жейсіңдер балапандарым. Келіңдер, қол жуып дастарханға отырыңдар. Иә, келіңдер, отырыңдар. Ата, қандай мейрам айтыңызшы? Бүгін балаларым, ұлыстың ұлы күні Наурыз мейрамы. Иә, Наурыз мерекесі. Наурыз қандай мейрам? Халқымыз Наурыз жаңарудың басы, Наурыз жыл басы, жаңа жыл деп айтады. Жаңа жыл дейді? Иә. Тәтті. Наурыз келісімен табиғатта бәрі жаңарады. Күн жылиды, жер көктейді, мал төлдейді. Тамаша, керемет қой. Ата, керемет мейрам екен ғой. Төлдейді? Ата, сонда қалай? Кішкентай қозылақтармен бота құлындарды көбейеді ме? Иә, көбейеді. Ата, кішкентай бұзауларда ма? Иә, кішкентай бұзауларда. Сүйкімді, мен оларды сондай жақсы көрем. Айналайын. Менде. Айналайын балапандар менің. Сондықтан да Наурыз ырыстың басы, Наурыз ұлы істің басы дейді Иә, дұрыс халқымыз. айтасың. Басы барлық ырыстың, басы барлық ұлы істің. Құтты болсын Наурыз той, ұлы күні, ұлы. Бірінші жаттығу Наурыз көже мәтінін оқы. Наурыз көже мұқият тыңдаймыз. Наурыз жыл басы. Наурыз тойының мақсаты халыққа молшылық тілеу. Сол үшін қазан-қазан наурыз көже жасайды балалар. Наурыз көже әртүрлі дәннен жасалады. Оған бидай, тары, қамыр, су, тұз, ет сияқты 7 дәм салынады балалар. Наурыз көжеге арнап ет, қазы сақталады. Көжеге құрт езіп, уызды да қос. Балалар, барлығымыз экрандағы суретке назар аударайықшы. Мына сөздердің ішінен Наурыз көжеге керек сөздерді теріп жазыңдар. Қанекей, іске сәттілік. Жарайсыңдар. Есіңде сақта. Құрам дегеніміз қандай да бір тағамды жасауға қажетті заттар мен олардың жасалу жолдарының көрсетілуі. Балалар, кім жылдам ойынын ойнайық, иә? Мына суретте кім жылдам ойыны балалар? Осы суреттердің ішінен Наурыз көже жасауға керекті тағамдарды тауып жазыңыздар. Өте жақсы. Екінші жаттығу: кісі аттары қай әріптен басталып тұрғанын тап.
Тапқан кісі аттарын әліпби ретімен жаз. Тамаша. Төртінші жаттығу: санмен берілген сөздерді тап және оларды жаз. Жасырылған сөздер. Өте дұрыс. Қане балалар, шаршаған болсақ, сергіту сәтін жасайық, я? Менің артымнан қайталаңдар. Қарлы ағашқа ұқсайық. Қане қанат жазайық. Қарлығаш боп ұшайық. Ұшып алайық. Орнымызға қонайық. Тамаша. Қима қағазбен жұмыс. Жасырын әріп. Балалар, барлығымыз әріптер жазылған карточканы таңдап алайықшы. Сол әріптің алдында және соңында тұрған әріптерді атап шық. Сол әріптерден басталатын сөздер ойлап тап. Не деген алғыр едіңдер балалар, жарайсыңдар. Ал балалар, енді бүгінгі сабағымыз бойынша кері байланыс жасайық. Әріптерді таңдау ойынын ойнайық, я? Алдарыңда берілген әліпби бойынша рахмет сөзін құраңдар. Жарайсыңдар. Бүгінгі сабақ бойынша түсінгендеріңді нысананың бойына жазып қойсаңдар болады. Қызыл түске мен бүгін сабақты түсінбедім. Сары түске қиындықтар кездесті. Жасыл түске мен бүгін сабақты жақсы түсіндім. Сау болыңдар балалар. Назарларыңызға рахмет.